Саламатсыздар ма? Отбасылық YouTube арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп кетпесеңіздер, тіркеліңіздер. Бүгін кешке духовкада деп піскен балық дайындаймыз. Енді бізге керек, бізде қазір бар 5 келі балық, қандай балық болса да жарай береді. Сосын сметан, қара бұрыш, балыққа арналған дәмдеуіш, паприка, сосын тұз. Осының бәрін бір араластырып алып, балықты осыған тушить етіп қоямыз 1 сағатқа. Бұл біздің кешке балығымыздың гарнирі. Оның ішінде баклажан, картоп, сәбіз, помидор, жуа, чеснок, паприка, қара бұрыш, тұз, сәбіз. Осының бәрін жақсылап, шамал 1 қасық шемшік май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Менің қайнапам, бүгін кешке балықты дайындауға көмектесіп жатқан қайнапам. Енді бізге қазір балықты салу үшін астына қойдың іш майын саламыз. Соң бұқтырылған балығымызды саламыз. Осылай балықтың салып аламыз. Енді картошкаларымыздың бәрін жан-жана қойып шығарамыз. Салып қоямыз. Сосын қалғанда іш маймен бетін жақсылап тұрып жабамыз. Фольгамен бетін жауып 45 минутқа қойып қоямыз. Сондан кейін барып, қайтадан бетін ашып, 30 минутқа тағы қайтадан қойып қоямыз. 180 градуста пісіреміз. Мінекей біздің уақыт болды. Балықты енді духовкадан шығарамыз. Мінекей біздің балығымыз дайын. Балығымыз пісірген, қонақтарымызға өйстіп ұсынып жатырмыз. Мен Ғалымбек деген досым.